1 мамыр ынтымақ пен татулық мерекесі. Қазақ даласы қаншалықты кең болса, адамның пейілі де соншалықты дархан. Түрлі тарихи оқиғалармен жеткен әр ұлттың құндылығын құрметтеп, қолындағысын бөліскен халықпыз. 1 мамыр халықтар бірлігі күні тарихы тасқа түскен айтулы мереке. Тәуелсіздігіміздің 30 жылында 130-дан астам ұлт пен ұлысты ұйыстырған қазақ елі ортақ үй. Ал татулығымыз тағдыр ұсынған сый. Берекені көздеген ел мерекелі тірлік жасаудан жалықпаған. Береке бастауы бірлік. Ел іші тату тірлік қағидасын ұстанған бізге бұл мейрамның орны керек. Діні басқа, тілі басқа, тілегі бір шаңырақ астында жиналған ұлт пен ұлыс өкілдерінің ынтымағы, ырысы, байлығы, берекесі болып, татулығы жарасқан біздің елде өмір сүріп жатқаны жүректерге сенім, көңілдерге қуаныш ұялатады. Еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым берік болып, қашанда ынтымағы мен бірлігі мәңгі жасай берсін.